Банкада пісетін палауым инстаграмда біраз хит болып еді. Бұл жай палау емес, сіздің ағзаңызға пайдалы палау. Қуырылған палаудан асып түспесе кем болмайды, өте дәмді болып шығады. Мен тауық етінен дайындадым, арнайы дәмдеуіштер қостым, зәйтүн майын қосып осылай араластырдым. Және 5 басмати күрішін қолданамын, себебі ағзаға пайдалы әрі шашырап пісіп шығады. Күрішті жақсылап жуамыз, банкаға осылай саламыз. Қуырылған сәбіз, тәтті бұрыш, пияз және тауық етін саламыз. Соңында 3-4 тіщеден сарымсақ саламыз. Суға палауға арналған дәмдеуішпен азырақ тұз қосып араластырып, әрбір банканың ортасына дейін құйып шығамыз. Қақпағын жаппаймыз. Қақпағын жапсаңыздар атылып кету қаупі бар. Оның орнына осылай фольганы жабамыз. Және пешке салып пісіреміз. Салатын кезде пешті алдын ала қыздырмайсыздар. Салғаннан кейін барып қыздырасыздар 180 градуста. Өз пешіңіздің ыңғайына қарай 45 минут немесе 1 сағат пісіріп алыңыздар. Дәл осы әдіспен дайындасаңыздар, банкаларыңыз ешқандай да атылмайды. Осы уақыт аралығында бета премиум опаның қара жапырақты красителсіз қоспасыз шайын демдеп қоятын боламын. Осымен палауымда дайын. Мен дәл осылай тіпті дымламаны да пісіремін. Отбасымның көңілінен қатты шығады және ағзаға да пайдалы, өте дәмді болып шығады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын.